Ассалаумағалейкум ағайын. Жастарға арналған 2,5% кредит жайлы сіздерге бүгін түсіндірме жүргізіп кетейін. Бағдарлама 21-35 жас аралығындағы жастарға арналған. 2023 жылғы наурыз айында жаңадан кәсіп бастағысы келетін не бар кәсібін кеңейтуге ниетті жастарға 2,5% несие беріле бастайды. Биыл бұл бағдарлама аясында 8.800 жас 5 миллион теңге сомасында микрокредит ала алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің информбюро порталының ресми сауалнама берген жауабына сүйене отырып, жастарға арналған 2,5% микрокредит туралы түсіндіріп кетейік. Микрокредит шарттары қандай? Несие бағдарламасына тіркелген әлі 5 жыл толмаған жеке кәсібі бар 35 жасқа толмаған жастар қатыса алады. Үміткердің жасы құжат тапсыру сәтінде ескеріледі. Несиенің ең жоғары сомасы 5 миллион теңге кепіл қою міндетті түрде. Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2,5%-дан аспайды. Кредиттеу мерзімі мал шаруашылығына 7 жыл, өзге кез келген мақсат үшін 5 жыл. Өздеріңіз көріп отырғандай, міндетті түрде кепіл қойылу керек. Кепілге тұрғылықты мекен жай немесе коммерциялық ғимарат бола алады. Өтінімдер қашан қабылданады? Құжаттарды 2020 жылғы наурыз айынан бастап қабылдау жоспарланған. Нақты уақытта халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органдардың ресми интернет ресурстарында жарияланады. Микрокредитке құжаттарды тапсыру, оны қарастыру, комиссия қарауына шығару мерзімдері арнайы бұйрықпен реттелген делінген. Бірақ енді осы қазіргі кезеңде мамыр айында құжат қабылдау басталып қойылды. Агронесие корпорациясы деген мекемеге барып, сол жақта менеджермен жолығып, түсіндірме жұмыстарын алып, одан кейін менеджерден жиналатын құжаттардың тізбесін алуларыңыз қажет. Кредитті қандай мақсатқа алуға болады? 2,5% несие жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу мақсатында беріледі. Сала бойынша шектеу қойылмаған, яғни басым бағыттар бекітілмеген. Конкурстық комиссияның шешімімен үздік деп танылған жас кәсіпкерлердің бизнес жобалары микрокредит ала алады. Енді бұл жер түсінікті деп ойлаймын. Құжаттарды қайда өткізеді және ол қалай қаралады? Микрокредит алуға ниетті адам құжат қабылдау науқаны басталған соң аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының жергілікті филиалдардың біріне жүгінуі қажет. Үміткер оған қажет құжаттар тізімі келесі бөлімде ұсынылады деп жазылған. Мен сіздерге қазір соңында оны түсіндіріп айтып кетемін. Аграрлық несие корпорациясы құжаттарды өтініш тіркелген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде тексереді. Құжаттар мен ондағы мәліметтер микрокредиттеу шарттарына сай келмесе, себебін көрсете отырып құжаттарды иесіне қайтарады. Яғни құжаттарыңызды тапсырғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде тексеру жұмыстары басталады. Егер бір кемістік бар болған жағдайда, несие мекемесінің менеджерлері сіздерге себебін айта отырып құжаттарыңызды қайтарады. Өтініш тіркелген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде құжаттар мен бизнес жобаға бағалау жүргізіледі. Өтініш тіркелген күннен бастап, яғни 15 жұмыс күні ішінде құжаттар мен бизнес жобаға бағалау жүргізіледі. Яғни жан-жақты тексерілу, қарастырылу, сараптама жұмыстары жүргізіледі деген сөз. Бизнес жобаны бағалаудан кейін 3 жұмыс күні ішінде нәтижесін конкурс комиссиясына ұсыну үшін халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органға жібереді. Бизнес жобаларды іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы айына ең кемі 1 рет өткізіледі. Үздік бизнес жоба иелері халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органмен және аграрлық несие корпорациясымен микрокредит беру туралы шартқа және кепіл шарттарына қол қояды. Кепіл шартын уәкілетті орган тіркелгеннен кейін аграрлық несие корпорациясы 5 жұмыс күні ішінде үміткердің шотына микрокредит сомасын аударады. Яғни кепіл шартын уәкілетті орган тіркелгеннен кейін, несиеге залог қойғаннан кейін, аграрлық несие корпорация 5 жұмыс күннің ішінде сіздердің шоттарыңызға қаражатты аударатын болады. Қандай құжаттар талап етіледі? Микрокредит алуға үміткер келесі құжаттарды аграрлық несие корпорациясына ұсынады.
микрокредит алуға сауалнама өтініш, бұл енді өзі стандарт сауалнама болып саналады. Жеке басты куәландыратын құжат, жаңағы удостоверение личности дейміз, сол кредиттік тарих субъектісінің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроға беруге, сондай-ақ кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге келісімі. Және аграрлық кредиттік корпорацияға өзіңіздің ақпараттарыңызды беруге келісіміңізді бересіз. Субъектінің мемлекеттік, оныншы құқық қорғау мемлекеттік емес органдағы бұқаралық ақпарат құралдарына берілген микрокредит туралы ақпарат, мәліметтерді және кредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауы туралы барлық мәліметтер беруге және алуға келісімін. Әртүрлі осындай ақпаратты беруге, алуға өз келісіміңізді бересіз. Бизнес жоспар дейді, бизнес жоспар болу керек. Қарыз алушының микрокредит алу, мүлікті кепілге беру жөніндегі мәмілені мақұлдау туралы шешімі. Агенттің ішкі құжаттарына сәйкес ресімделген мүлікке кепілге беру жөніндегі кепіл берушінің келісімі. Қызмет көрсететін банктың шоттық бар екені туралы анықтама. Несиелік берешектің, оның ішінде қаржы ұйымдарының мерзімі өткен берешектің болу туралы анықтама. Яғни кредиттік просрочкаңыздың бар жоғы туралы анықтама. Қарыз алушының жалақысын, өзге де кірістерін растайтын құжат. Бағалау туралы есеп, кепіл беруші және кепілмен қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар. Бизнес жобалар қалай бағаланады? Бизнес жобаларды іріктеу критерийлері, өзектілік, яғни актуалды болу керек. Мысалы, бизнес идеяңыз, ол міндетті түрде сол іске асыратын жеріңізде қажеттілігі болу қажет. Ал егер бәсекелес өте жоғары болған жағдайда сіздің бизнесіңіз сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Сондықтан өзектілік болуы міндетті түрде. Аргументтілік сіз өзіңіздің жобаңызды комиссия мүшелері алдында дәлелдей білуіңіз керек. Әртүрлі уәждеріңізді айтып, аргументтеріңізді келтіріп дәлелдей алуыңыз қажет. Экономикалық негіздемелік. Экономикалық негіздемелік дегеніміз ол сіздің жобаңыз түптің түбінде, мысалы, 1 жылдама, 2 жылдама өзін-өзі ақтап, сізге пайдап келу қажет. Яғни сіз өзіңізді қамтамасыз етіп, ары қарай семьяңызды бағып деген сияқты салық төлеп, жұмыс орнымен қамтамасыз етіп, осындай экономикалық бір әсері болу қажет. Қоғамдық маңыздылық. Қоғамдық маңыздылық бұл қоғамға, сол жердегі тұрғылықты азаматтарға қажетті қызмет түрі немесе өнім түрі болу қажет. Бұрын атқарылған жұмыстардың іс-қимыл жоспарының болуы. Яғни бұл мысалы кез келген жобаны сіз ат үстіп басынан мысалы келе салған сияқты бір идеямен қатысуым қажет, осы идеяны таба салам деп интернетте іздей салып бір идеяны қатыса салу емес, сіз бұл идеямен алдында осы пісіріп, кішкене болса да қолмен болса да бір аздаған бір тәжірибеңіз болуы қажет. Бизнес жобаның өміршеңдігі. Бұл енді алдыңғы пункттермен сәйкес келетін пункт болып саналады. Яғни бизнесіңіз жақын арада жабылып қалмайды, ары қарай дами береді деген сөз. Несиеге каникул беріле ме? Бекітілген қағидаларға сәйкес негізгі борыш пен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең микрокредит беру мерзімі ұзақтығының 3/1-нен аспайды. Кредит 5 жылға, яғни 60 айға берілсе, жеңілдікті кезең 60 айды құрайды. Каникул алу микрокредит алған адам агент атына өтініш жазуы керек. 2,5% мөлшерлеме жеңілдікті кезеңге есептеледі, бірақ оны өтеу мерзімі кейінге шегерілуі мүмкін. Кепілдікті қою міндетті ме және оның сомасы қандай? Кепілдік қою басты талаптардың бірі. Үміткерлердің кепілі болмаса, үшінші тарап кепілге бола алады. Кепілге жылмайтын мүліктен басқа меншіктегі жер немесе арнаулы техника қабылданады. Яғни өзіңіздің атыңызда мүлік болмаса, басқа кісілердің мүлкін кепілге қоя аласыз. Ата-анаңыз бола ма, бауырларыңыз бола, немесе басқа да дос жаран деген сияқты кісілер. Үміткер үйленген не тұрмыста болса, жұбайының нотариалды рұқсаты қажет. Яғни жұбайыңыздың сіздің несие алуыңызға рұқсаты болуы қажет. Қамтамасыз ету нысанының өтімділік коэффициенттері тапсырма шарттарында бекітіледі. Мысалы, республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда және тапсырма шартының номер 2 кестесінде көрсетілген елді мекендерде орналасқан жылжымайтын мүліктің бағалау сомасы 80%-дан артық емес сомаға несие беріледі. Яғни бағаланған сомадан 80%-дан аспайтын мөлшерде сіз несие қаражатын ала аласыз.
мысалы миллион теңгеге бағаланса, сіздің максималды ала алатын сомаңыз 800 мың теңге. Бұл енді сізге түсінікті болу үшін айтып отырмын. Миллион, мысалы 5 миллион болса, соны 800 мыңды 5-ке көбейте беріңіздер. Кредиттің қайда жұмсалғаны тексеріледі ме? Микрокредит алушы халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті атқарушы органмен және аграрлық несие корпорациясымен микрокредит беру туралы шартқа кепіл шартына қол қояды. Бұл келісім шарттарда тараптардың жауапкершілігі, құқықтары мен міндеттері айқындалады. Микрокредит беру шартында қарыз берушіге және аграрлық несие корпорациясына кез келген уақытта қарыздың мақсатты және уақытылы пайдаланылуын, кепіл мүлкіне тексеру жүргізуіне кедергі жасамауға, алынған қарызды кепіл мүліктің пайдалануға қатысты барлық қажетті құжатты ұсынуға қатысты тармақ бар. Яғни алған несиеңіз бизнес планда көрсетілген заттарға жұмсалу керек. Мысалы бизнес планда мынандай заттарға жұмсаймын, осындай іс-шараларға қатысамын, осындай құрал жабдықты аламын, осындай шикізатты аламын деп көрсетілсеңіз, көрсетілген болса, тура сол көлемде сіз агентке, қаржы агентіне есеп беруіңіз міндетті. Несиені қайтарылмаса, не ақша мақсатсыз жұмсаса, қандай шара қолданылады? Жасалған келісім шарттарға сәйкес микрокредит алушы өзіне жүктелген міндеттерін орындамаса, Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады, яғни кепілге қойылған мүлікпен жауап береді. Жергілікті органдар мен аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамдары филиалдары 2020 жылғы ақпан айының соңына дейін микрокредиттер беру тәртібі, микрокредитті қамтамасыз етудің негізгі шарттары тәсілдерін тапсырма шартында белгілейді. Тапсырма шартының үлгісінде қарыз алушы қарызды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда агент ұсынған сенімхат негізінде сот тәртібімен қарыз алушыдан және немесе кепілгерлерден берешекті өндіріп алуға агент міндеттенеді дейді. Яғни нысаналы мақсатқа жұмсамасаңыз, немесе қаражатты алған несиені қайтармайтын болсаңыз, қаржы берген агент сізден несиені қаражатын қайтару іс-шараларын бастайды. Бюджеттен қанша қаржы бөлінеді және қанша адамға несие беріледі? 2023-2025 жылдары 90,5 миллиард теңге сомасына 18.200 микрокредит беру жоспарланған. Оның ішінде 23, 24, 25 жылдарға арналған мына жерде саны көрсетілген. Неше микрокредит сомасы берілетіні және оның қанша азаматтарға берілетіні жазылған. Ауыл жастарына басымдылық беріледі ме? Жоқ, бағдарламада ауыл жастарына басымдық беру көзделмеген. Микрокредит комиссия іріктеуінен өткен үздік бизнес жобаларға ғана беріледі. Ауылды дамыту үшін ауыл шаруашылығы министрлігінің тарапынан берілетін басқа несие бағдарламаларды жұмыс жасайды. Айта кетейік, қазір 2,5% ауылдық елді мекендерге арналған ауыл аманаты бағдарламасы бар. Сол бағдарламаны қарасаңыздар, тура осы жоғарыдағы жастар сияқты шарттары қатты алшақ емес, бірақ бұл жердегі айырмашылық, бұл жерде әр елді мекеннің өзінің бекітілген салалары бар, сол салалардың аясында ғана несие беріледі. Оны алдағы видеороликтерде түсіндіретін боламын. Алдағы осындай несие туралы, мемлекеттік бағдарламалар туралы, гранттар туралы хабардар болғыңыз келсе, осы каналға жазылып кетіңіздер, лайк басыңыздар, астына түсінбеген сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Енді сіздермен қоштасамын. Аман есен сау жолығайық.